Ол 32 жасында әдемі әйел еді. Кезінде өмірлік жолдасы сияқты ол да әскерлік қызметте болатын. Осыдан бірнеше ай бұрын бір жол апаты салдарынан өмір бойы көзі көрмейтін зағип болды. Жолдасы операциядан кейін әйелінің көздері көрмейтінін естігенде оны ешқашан жалғыз тастамаймын, аяғына дейін қолдау көрсетемін деп өз-өзіне сөз береді. Күндер өткен сайын ол күйеуіме жүк болдым, ауыртпалық салдым деп ойлай көңіл күйі күннен күнге нашарлайды. Күйеуім болса әйелінің осындай күйде болғаны мұңайтатын. Тез арада оны депрессиядан шығару керектігін ойлайды. Өйткені жас әйел күннен күнге өзімен өзі болып, ешкіммен сөйлескісі келмейтін, ешқайда шыққысы келмейтін, тұйық мінезді болады. Әйеліме қалай көмектессем екен деп жолдасы көп ойланады. Ақыры ескі жұмысы есіне түсіп, әйелінің тез арада қайта жұмысқа кірісуіне көмектеспекші болады. Бірақ кішкентай нәрсеге ренжіп қалатын, тез жылап қалатын, үйде көңілсіз отырғысы келетін әйеліне оны қалай айтсын. Бір күні бар батылдығын жиып, енді әйелінің де жұмыс істеу керектігін айтады. Әйелінің үрейі ұшады. Мен соқырмын, білмеп пе едің, қалай жұмыс істей аламын дейсің деп қатты ашуланады. Жолдасы оған қолғабыс болатын, таңертең жұмысқа, кешкісін жұмыстан өзі апарып тастайтынын айтады. Әйел үмітсіздікпен келіседі, өйткені күйеуін жақсы көретін және оны ренжіткісі келмейтін. Осылай жұмысқа бірге барып, жұмыстан бірге қайтатын. Көңіл күйі жақсара бастаса да, ол бұрынғыдай әлі шат жарқын еместі. Күйеуі де осыны жақсы білетін. Бір күні жұмысым көп, енді сені апарып әкеле алмаймын, өзім барып үйренуім керек дейді. Әйелі ешқайда бармайтынын, далаға жалғыз шығуға қорқатынын айтып жылайды. Бірақ кейін осыған да келіседі. Енді аялдамаға дейін өзі барып, автобусқа отырып, жұмыстан да өзі қайтатын болды. Осылай бір ай өтеді. Бір күні автобусқа отыра бергенде шопыр айтады: «Қандай бақытты жансыз» деп. Сонда өз құлағына өзі сенбей, өзіне айтылғанын түсінген кезде неге бұлай дедіңіз деп сұрайды. Сонда шопыр айтады: «Өйткені сізбен бірге үнемі жолдасыңыз келіп автобусқа мінеді де, артыңыздан сізге үлкен мейіріммен қарап отырады. Сізден бұрын автобустан шығып, сіздің аман шығуыңызды, сосын бағдаршамнан аман өтуіңізді қадағалап жүреді. Сіз офиске кірген кезге дейін сізге қолғабыс беріп, артыңыздан қалмай жүреді» деді.